Құрметті ARD News YouTube каналының көрермендері, каналымыздың алғашқы шығарылымында 2020 жылдың басты оқиғаларына шолу жасайтын боламыз. Бүгінгі шығарылымында көретіндеріңіз: Бейруттағы жарылыс, ақш пен Иран арасындағы қақтығыстар, Европадағы лаңкестік толқындар, Эфиопия, Таиланд және Қырғызстан мен Белоруссиядағы саяси тұрақсыздықтар. Аталған тақырыптар бойынша біздің корреспондент Бағдат Әлімхан қызының дайындаған бейне материалдарына назар аударайық. 2020 жылы 4 тамызда Ливияның Бейрут порты аймағында жойқын жарылыстар болды. Бейрут губернаторы Марван Аббуд жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында жарылыстан келген шығынды 10-15 миллиард долларға бағалады. Америка Құрама Штаттары мен Иран арасындағы текетірес 2020 жылдың басында нағыз әскери қақтығысқа айналды. Екі жақты қақтығыста құрбан болғандарды жерлеу рәсімі барысында да жарылыс орын алды. Нәтижесінде 50 адам қайтыс болып, 200-ге жуық адам жарақат алды. Сүлейманидің өліміне байланысты Ресей, Түркия, Қытай және Франция тарапынан айыптаулар болды. Террористік шабуылдар толқыны аясында Еуропалық одақтың Европол полиция қызметі одақ аумағында исламшылдардың үлкен желісін анықтады. Қараша айының басында Эфиопияның премьер-министрі Аби Ахмед Али федералды армияның базасына қару-жарақ алу мақсатында шабуыл жасалды деп мәлімдеді. Осылайша 2020 жылдың қараша айында солтүстік провинцияда үлкен әскери қақтығыс басталды. Гуманитарлық дағдарыс барысында 40 мың мигрант, 1500 азаматтық тұрғын қайтыс болды. 2020 жылдың 8 шілдесінде Таиландта 2014 жылғы төңкерістен кейінгі ең үлкен көше демонстрациясы өтті. Бангкоктағы демократия монументіне 2500-ге жуық наразылық білдірушілер жиналды. Еркін жастар ұйымдастырған демонстраттар үкіметке 3 негізгі талаптарын жариялаған болатын. Ал қазанның 5 күні Қырғызстанда кезекті парламент сайлауының алдын ала мәлім болған нәтижелеріне наразылық акциялары басталды. Кейіннен бұл оқиғалар Қырғызстандағы 3-ші революцияға ұласты. Демонстрациялардың басты себебі үкіметті жақтайтын партиялардың жоғарғы кеңеске сайлауда жеңіске жетуі болды. 2020 жыл халықаралық аренадағы саяси қарсылық қозғалыстарының көбеюімен ерекшеленді. Еуроодақ, Ливан, Таиланд, Белоруссияда, Қырғызстанда болған қарсылық қозғалыстарының мысалында халықаралық тәртіпке жаңа бағыт қалыптасып жатқандығын меңзейді. Әлемдік тәртіп бірте-бірте өзгеруде. Қытайдың аймақтық және халықаралық қатынастар мен үрдістердегі екпіні күшейіп, ал ақш-тың екпінінің әлсіреуі байқалады. Әлемдік аренада алпауыт мемлекеттердің рөлі қаншалықты өзгерді? Осы және өзге де сұрақтарға халықаралық қатынастар факультетінің деканы, заң ғылымдарының докторы, профессор Айдарбай Сағынғали Жоламанұлы өзінің сараптық көзқарасын білдірген болатын. Менің ойым бойынша жаңа идеологияның пайда болуы жөнінде айту қиын. Бірақ енді 2020 жылы шынымен де халықаралық өмірде, халықаралық қатынастарда көптеген саяси жағдайлар орын алды. Сіз атаған елдерде, басқа да аймақтарда. Олардың енді менің ойым бойынша әртүрлі пікірлер бар ғой сарапшылардың арасында, бірақ менің өзімнің ойым бойынша бұл пандемияның, әлемдік пандемияның халықаралық қатынастарға жасаған теріс әсері деп ойлаймын өзім. Өйткені халықаралық қатынастарда бұрыннан да шешілмей келе жатқан көптеген мәселелер, проблемалар пандемияның ықпалы мен нәтижесінде жаңағы сол сияқты мемлекеттердің ішінде шешілмей келе жатқан көптеген проблемалар осы пандемияның нәтижесінде осындай бір әртүрлі нысандарда жаңағы көрініс тапты да. Соның ішінде пандемия халықтың жағдайына өзінің теріс әсерін жасап кетті. Өйткені барлық мемлекеттерде экономикалық өсім төмендеді, көптеген жұмыс орындар жабылып қалды. Халықтың енді жағдайы болмай қалды көп нелерде, елдерде, мемлекеттерде. Соған байланысты үкіметтерге қарсы, саяси режимдерге қатысты наразылық пайда болды.
Сондықтан да бұрыннан да шешілмей келе жатқан көптеген проблемаларға осы тікелей әсерін тигізді. Сол проблемалардың ішінде мемлекетаралық мәселелер де болды. Енді шыны керек, мысалға, біздерге тәуелсіз мемлекеттер достастығы шеңберіндегі мысалы Таулы Қарабақ мәселесін алатын болсақ, бұрыннан да шешілмей келе жатқан 30 жылдан бері шешімін табылмай келе жатқан мәселе. Енді Әзербайжан Республикасы бұл жерде Таулы Қарабақ мәселесін толық шешуге, соның ішінде әскери жолмен шешуге, күш қолдану жолымен шешуге толық дайындалып отырғандығын көрдік, байқадық. Және олар тек белгілі бір сәтін күтіп отқан болды. Сол осы пандемия мысалы мемлекеттерді жаңа мен айтқандай әлсіретіп кетті дедік қой. Енді Әзербайжанның басшылығы енді осы жағдайды мәселені шешуге ыңғайлы деп көрді. Сол сияқты басқа да қарым-қатынастарда осындай көптеген проблемалар болды деген ойдамын. Өткен жылдың басты оқиғаларына шолу жасаған Бағдат Әлімхан қызына үлкен алғыс білдіреміз. Алғашқы шығарылымды осылайша аяқтаймыз. Келесі аптада кездескенше.